Bismillah, al. 100 tenge bermişim. Ne istiyorsun onu? Bir karı apağa öğretnim. Ucu arayısın bana versin. Kayrımda bol gerek, ol apa kayda. Bizдің үйдің алдында балмұз асады тұр ғой. Бер келе. Сегізінші наурыз күнтізбеде неге қызылға боялған? 8-ші наурыз отағасы, ертең 8-ші наурыз әйелдер мерекесі ғой, соған маған алтын комплект сыйласаңыз. Қанша тұрады екен ол? 500 мың ақ теңге тұрады. 500 мың? 500 мың ақ теңге тұрады. Әке деймін, 8-ші наурыз күнтізбеде неге қызылға боялған деймін? Балам. Ол біздің еркектердің қаны ғой. Сабина, Ау. білесің ба? Мен түсімде сенен қарызға ақша алыппын. Қойш, қанша ақша алыпсың? 100 мыңдай алыппын. Бәсе, Каспия банкында ақша азайып қалыпты. Енді оны қашан қайтарасың? Тағы түс көрем ғой, сол кезде қайтарармын. Папа, şu номерде Мыстан кемпір деген жоқ қой, а? Балам, кішкентай кезде мен де солай ойлағам. Noş балалар, кешегі үй тапсырмасына не бердің? Кім айтады? Айта ғой. Абай Құнанбаевтың бір өлеңін жатқа айту. Дұрыс. Кім айтады оны? Ермек, сен айта қойшы. Кешіңіз апай, мен айта алмаймын. Неге? Абай атамыздың өзі жазып кетті ғой. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін деп. Алло, саламатсыз ба? Алло. Саламатсыз ба, дәрігер? Саламатсыз ба? Менің әйелімнің құлағы естімейтін еді. Соған не істесем болады? Әйеліңіздің артында алшақырақ тұрып, орташа дауыспен оған сұрақ қойыңыз. Естімей жатса, жақынырақ барып тағы сол сұрағыңызды қайталап қойыңыз. Одан соң әйеліңіздің қаншалықты қашықтықта еститінін анықтаймыз. Рахмет. Сау болыңыз. Ханым, кешкі асқа қандай тамақ жейміз? Ханым, кешкі асқа қандай тамақ жейміз? Ханым, кешкі асқа қандай тамақ жейміз? Мен саған 3-ші рет айттым ғой, котлет деп. Не құлағың естімей ме?
бір нәрсе айтсам бола ма? Айта қой. Осы неге әкеміздің шашы өте аз? Қызым, әкең көп ойланатын ақылды адам емес пе? Онда неге сіздің шашыңыз өте көп? Көп ұттамай тамағыңды іш. Қызым, мектептен саған жауап түсіп жатыр. Бұзықтық жасай береді деп. Сен жаның ашысың да маған? Сен бұзықтық жасаған сайын шашым ағаруда. Бәсе, неге әкем шашы апақ десем, әкеме вообще жаным ашымайды екен ғой? Ал балдар, бүгінгі тақырыбымыз біздің болашағымыз. Ал балдар, мен сіздерге сұрақ қоямын. Сендер өскенде кім болғыларың келеді? Дастан орнынан тұра ғой. Мен өскенде бай болам, ақшам көп болады, әйел алам, сол әйеліме машина, алтын, бриллиант, вилла и яхта әперемін. Сол әйелімді шетелдерге апарып, саяхат жасатқызамын. Жарайсың, отыра ғой, барекелді. Ал Гүлназ, сен өскенде кім боласың? Мен үлкейгенде Дастан әйел болам-ау деймін. Жоқ, сен ақмақсың. Мен ақмақ емеспін, сен ақмақсың. Жоқ, сен ақмақсың. Мен ақмақ емеспін, сен ақмақсың. Өзің ақмақ. Сен ақмақсың. Өзің ақмақ. Сен ақмақсың. Сен ақмақ. Ұрса бермеңдеше. Екеуіңдегі дұрыс қой. Әке, балам, сіз маған түсімде кішкентай шоколад сатып алып беріпсіз. Балам, бұзушылық жасамай, тәрбиелі болып жүрсем, мен саған түсіне дәу шоколад алып беретін боламын. Мама, кешке маған 1000 теңге беріңізші. Ей, сенде ақшаны ағашта өседі деп ойлайсың ба? Қағаз неден жасалады? Ағаштан. Ақша неден жасалады? Кетші бар, ақша жоқ.